Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қолдау білдірсеңіздер. Мен бүгін сіздерге королевский үйлерден әдемі құрақ түрін үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек, міне 30-да 30 ақ шаршы және 30-да 30 қызыл шаршы қажет. Және сосын біздерге мынадай күлгін түстен 4, 13-да 13 4 шаршы қажет. Міне 1, 2, 3, 4. Және осындай қызыл шаршыдан 13-да 13 4 шаршы қажет болады. Міне 30-да 30 болған ақ шаршымыз бен қызыл шаршымызды осылай бекітіп аламыз. Сосын мына бұрышынан мына бұрышына шейін былай сызамыз. Сосын былай сызамыз. Осылай. Содан кейін былай сызамыз, былай сызамыз. Бұдан 8 шаршы шығу керек. Міне екі жағы тігуге арналған, мына ортасындағы сызық қиюға арналған. Мынау да қиюға арналған, мынау да қиюға арналған. Мынау да қиюға, мынау да қиюға. Міне осы дайын болған шаршымызды енді тігіп бастаймыз. Енді осы тіктік. Енді мына аяқ жағында осылай, дәл осылай тігіп аламыз. Міне біздің тігісіміз дайын болды. Арты міне мындай болып тұрады. Енді осы дайын болған тігісімізді қиямыз. Мына ортасындағы сызықты қиып шығамыз. Қиылды. Енді мынаны тағы былай қиямыз. Мынаны да қиып аламыз. Қидық. Осындай шықты, осындай болды. Енді мына дара сызықтарды қиюымыз керек, себебі бізге 8 шаршы керек. Міне біздің 8 шаршымыз дайын болды. Енді осыны құрап көрсетем. Міне осылай қоямыз. Негізі 4 қатар шығады. Және мына жағына міне серый осылай болып тұрады. Мына жағына қызыл кетеді. Екінші рядымыз осылай қойылады. Мына жағым рядына қызыл қойылады. Мына жағына серый қойылады. Үшінші қатар осылай қойылады. Мына қатарымызға серый қойылады, мына қатарымызға қызыл қойылады. Төртінші рядымыз міне былай қойылады. Ысырып көрсетейін. Және осылай қойылады. Мына жағымызға қызыл қойылады, мына қатарымызға серый қойылады. Енді осыны құрап бастаймыз. Енді тігеміз.
осылай тігеміз. Міндетті түрде закрепка бересіздер. Серияда тігіп аламыз. Енді мені қызыл тігіп аламыз. Бірінші қатары дайын болды, енді екінші қатары осылай тігіп аламыз. Mene қатарын қызыл қоямыз, мені сері қоямыз. Міне екінші қатар міне шықты. Енді үшінші қатарын осылай қоямыз. Осылай қоямыз. Сосын мияғына қызыл, яғни сері. Осыны тігіп аламыз. Мынаны тігіп қойды, енді мынаны қызыл, мынаны сері тігеміз. Міне біздің үшінші қатарымыз дайын болды. Міне осылай болып шығады. Енді төртінші қатарымызды тігеміз. Төртінші қатарды тігу үшін міне осылай. Осылай, сосын мияғына қызыл, мияғына сері тігіп аламыз. Мияғына сері. Міне біздің төртінші жолағымыз дайын болды. Енді осы төртеуінің басын біріктіреміз. Мына екі қатарды тіктік. Енді мына үшінші қатарды тігеміз. Тіккен кезде бірінші мына ортасын келтіріп, ортасынан былай қарай, сосын былай қарай тігеміз.
Міне біздің әдемі құрағымыздың арты осындай болды. Лишний ештеңе жоқ. Міне алды осындай болып шықты. Міне үйреніп алыңыздар.